Кімнің есінде? Бұрын айранды шыны бөтелкеден ішуші едік. Аузы қағаз тығынмен жабылған, дәмі де ерекше болатын. Ал қазір жастар оны тетрапакеттен ішеді. Адамдар қалай өзгерді, Сол дүкен сөрелерінде айран шыны құтыда тұратын, ал кешкі аста дастарханда міндетті түрде бір шөлмек айран болушы еді. Қазір бәрі өзгерді. Онымен бірге дәстүрлі дағды да ұмытылып барады. Ал сол шыныдағы айранның пайдасы мен қадірін көпшілігі біле бермейді. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube қауым. Бүгінгі контентте ұмытылған нәрсені еске салуды жөн көрдік. Аталарымыз айран ішкеннің айыбы жоқ деуші еді. Сол айран ішу дәстүріміз ұмытылып барады. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп айтылып келе жатқан сөздің астарында терең мағына жатыр. Айранның денсаулыққа деген пайдасын халқымыз ежелден білген. Ендеше осы кішігірім айран туралы білгіңіз келсе, онда бұл ақпаратты аяғына дейін тыңдаңыз. Ал қазір бірінші байлық денсаулық YouTube арнасына жазылуды ұмытпаймыз. Айранның дәмін алғаш рет әжем құйып берген қыш кеседен сезгенмін. Ол кезде айран тек сусын емес, денсаулықтың бір бөлігі болатын. Бүгінгі күнде бұл дәстүрді қайта еске алатын кез келген сияқты. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде кеңес үкіметі кезінде кешкі 9-да айран ішуді ұсынатын. Сол замандар қандай керемет замандар еді деп кеңес одағын ұлықтап жатыр. Бірақ олар бір нәрсені ескермеді. Қазақ елі кеңес одағы өмір сүрмей тұрып бар еді, және айран ұлтымыздың негізгі тағамдардың бірі еді. Дана халқымыз бұның пайдаларын білген ғой, шіркін. Ақ ішкен ауырмас, қаймағын жеген қаңғымас деп бекер айтпаған. Ақты төкпе обал, айранды төкпе шомбал деп. Және де ақты қадірлеген аш қалмас деп, сүт тағамдарын құрметтеген адам өмірде тарықпайды, несібесі көп болады. Бәріміз білеміз, ақ деп сүт пен айранды, шұбат пен қымызды айтады. Ал енді кеңес үкіметі кезеңіне оралсақ, кеңес одағында кешкі сағат 9-да айран ішу ұсынысы халық арасында кең тараған, бірақ нақты ресми құжаттарда дәлелденбеген аңызға айналған кеңес. Бұл ұсынымның артында бірнеше ықтимал себептер мен түсініктер жатыр. Айран бұл пайдалы және жеңіл кешкі ас. Айран пробиотикке бай ас қорыту жүйесін жақсартатын жеңіл әрі пайдалы тағам. Кешке қарай ағза ауыр тағамды қиын қорытады. Сондықтан айран ұйқыға кедергі келтірмейді, асқазан ішек жолын жеңілдетеді. Құрамында кальций, ақуыз, дәрумендер бар. Ұйқы алдында тамақтану тәртібін қалыптастыру. Кеңес заманының санитарлық гигиеналық тәрбиесінде дұрыс күн тәртібі үлкен рөл атқарған. Кешкі сағат 9 ұйқыға дайындық уақыты. Осы уақытта теледидардағы соңғы жаңалықтар бітіп, ұйқыға дайындық басталады. Кешкі ас тым ауыр болмауы үшін айран ұсынылған. Бұл пайдалы дағды ретінде насихатталған. Мемлекеттік насихатпен тұрмыстық тәртіп. Кеңес дәуірінде дұрыс тамақтану мәдениеті, күн тәртібі денсаулықты сақтау үгіт-насихаттың бір бөлігі болған. Айран ішу ұсынысы да осы науқанның бір үлгісі ретінде таралған болуы мүмкін. Айран өндірісін қолдау. Кей кездері халыққа белгілі бір өнімдерді тұтыну ұсынылып, соның негізінде өндірісті тұрақты ұстап тұру көзделетін. Айран сияқты сүт өнімдері тез бұзылатын болғандықтан оны тұтынуды үнемі насихаттау қажет еді. Неліктен? Кешкі астан кейін айран ішу пайдалы. Айран табиғи пайдалы ашытылған сүт өнімі. Айран сиыр сүтінен дайындалатын ашытылған сүт өнімі. Оны даярлау үшін арнайы сүт қышқылды бактериялар мен кейде ашытқылар қолданылады. Бұл процесте сүт ашиды, нәтижесінде айран пайда болады. Айран өзінің құрамындағы тірі микроағзалар арқылы адам ағзасына оң әсер етеді. Айранның құрамына келсек, мыналар кіреді.
яғни 100 мл айран құрамында ақуыз шамамен 3 грамм, май 1 грамм мен 3 грамм аралығында, көмірсулар, яғни лактоза 3,5 мен 4,5 грамм аралығында, кальций 120-140 мг шамасында, калий, магний, фосфор мен натрий шамамен 20 мен 80 мг құрайды. Дәрумендер В1, В2, В12, А және Д және де пробиотиктер кіреді. Айран төмен калориялы тағам. Шамамен 100 мл айран 30-60 килокалория күш береді, сондықтан диета ұстанатындар үшін өте қолайлы. Кешкі астан кейін айран ішу ас қорытуды жақсартады. Айрандағы пробиотиктер ішектегі пайдалы микрофлораны қолдайды. Олар асқазан сөлінің секрециясын тұрақтандырады, ішекте зиянды бактериялардың көбеюіне жол бермейді, іш қату мен іш өту мәселелерін азайтады, ішек қабырғаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Онымен қоса айран ұйқыны жақсартады. Айран құрамында ұйқыны реттейтін табиғи аминқышқыл триптофан бар. Ол серотонин мен мелатониннің синтезіне қатысады. Жүйке жүйесін тыныштандырады, стресс деңгейін төмендетеді, терең ұйқыға ықпал етеді. Айран токсиндерді шығаруға көмектеседі. Яғни ішек жолдарындағы шіріген қалдықтар мен шлактардың сыртқа шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар ол бауыр мен өт жолдарының жұмысын жеңілдетеді, іштің кебуін азайтады, ағзаны тазартуға көмектеседі. Айран иммунитетті күшейтеді. Ондағы тірі бактериялар ішек микрофлорасын қалпына келтіру арқылы иммундық жүйені нығайтады. 70% иммунитет ішекте қалыптасады деген ғылыми дерек бар. Айран қан қысымын реттейді. Калий мен магнийге бай айран жүрек қан тамыр жүйесін тұрақтандырады. Тұрақты түрде айран ішу гипертонияны болдырмауға, жүрек ритмін қалыпқа келтіруге көмектеседі. Айран ішкеннен кейін ағзада қандай процесі жүреді? Асқазанға түскен соң айран асқазанның қышқылдығын төмендетеді. Құрамындағы ақуыз асқазанда баяу қорытылып, тоқтық сезімін береді. Ішекте пробиотиктер пайдалы бактерияларды көбейтеді. Лактоза ыдырап, сүт қорытуы қиын адамдарға да жеңілсінеді. Қанға сіңуі. Кальций мен магний сүйек жүйесіне жетіп, тығыздықты арттырады. Б тобындағы дәрумендер жүйке жүйесіне әсер етеді. Айранның басқа да пайдалы жақтары бар. Әйткенмен қазіргі таңда заманауи технологиялардың дамуымен көп қарама қайшылықтар пайда болуда. Бұл яки біз білетін қатал саясат не қазіргі ғалымдар тым білгіш болып кетті. Сол себепті артық мәлімет бергіміз келіп тұрған жоқ. Айранды қашан және қанша мөлшерде ішу керек? Күніне шамамен кешкі астан кейін 200 не 300 мл көлемінде, кешкі 9 шамасында немесе ұйқыға жатпас бұрын 1 сағат алды. Бірақ гастриті барлар олай істемеген жөн. Ал бүйрек ауруларында дәрігермен кеңесу керек. Қорытындылай кетсек, кешкі уақытта айран ішу адам ағзасы үшін табиғи, тиімді әрі оңай әдіс. Оның дәстүрлі қазақ дастарханында орны ерекше. Ол тек сусын емес, шипа ретінде қарастырылатын денсаулық кепілі. Айранды кешкі ас ретінде пайдалануды дағдыға айналдырған адам ұзақ өмір сүріп, ағзасын сергек ұстай алады. Құрметті YouTube көрермендері, егер де сіздерге бұл ақпарат ұнаған болса, лүпіл басамыз, пікір жазып қалдырамыз және жақындарымызбен бөлісеміз. Ал арнаға жазылуды міндетті түрде ұмытпаймыз. Сіздермен бірге бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Қош сау саламатта болайық.